Саламатсыздар ма, құрметті менің оқушыларым? 7-ші сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз U әрпінің оқылу жолдарына тоқталамыз. U әрпі дауысты дыбыс береді, бір ғана әріп, дауыссыз. Жоқ, кешіріңіздер, дауысты дыбыс яғни. Дауысты дыбыстардың оқылу жолдары әдетте көбірек болады, біраз күрделірек болады. Көбірек еңбектенуді, көбірек мән беруді талап етеді. Сонымен кеттік. Ашық, екпін түсетін буында тұрғанда U әрпі өзінің аты айтып тұрғанда U дыбысын береді. Мысалы үшін use пайдалану, useful пайдалы, кешірім сұрау, сылтау деп аударылады, немесе excuse, студент student, міндет duty. Тура осы ережеге бағынбайтын сөздер бар. Олар мыналар: build салу, құрылыс, business қандай да бір іс, бизнес, busy уақыты болмау, қолы тимеу, buy сатып алу, punish жазалау, sugar қант, study оқу, зерттеу. Ары қарай кеттік. U әрпі U болып оқылатын сөздер бар. Мысалы үшін June демейміз, June маусым. U болғанда да U мен үнің арасында тұр. Juice шырын, true шын, шындық, rule сызғыш, fruit жеміс, жидек. U әрпі UA болып оқылатын сөздер бар. Олар мысалы үшін мыналар: таза, кіршіксіз деген сөз pure. Pure деп жазылып тұр, pure деп айтамыз. Дауа, cure. Долылық, қаһарлық, fury. Fury деп айтылады. During қандай да бір процестің барысында, кезде бір нәрсе өтіп жатқан уақыт аралығын білдіреді. Әуес, қызық құмар адамды curious дейміз. Любопытный деген сөз ғой, curious. Q мен U әріптерінің қосындысы сөз басында және сөз ортасында ко деп оқылады. Мысалы үшін quick, тез, жылдам, ұшқыр деген сөз. Quality сапа. Square алаң, гүлбағы. Request өтініш, сауал, сұрақ. Queen королева. Q мен U әріптерінің қосындысында сөз соңында U әрпі оқылмайды. Мысалы үшін бірден бір, бірегей, сирек кездесетін зат туралы біз unique деп жазылды, таңбаланды, бірақ айтқанда unique деп айтамыз. Q мен тоқта қаламыз. Техника, механизм, әдіс тәсіл. Conquer жаулап алу. Conquer демейміз, conquer. Антиквар, сирек кездесетін көне заттар. Ары қарай кеттік. G мен U әріптерінің қосындысында U әрпі оқылмайтын сөздер бар. Мысалы үшін гитара, guita деп жазамыз, бірақ гита деп айтамыз. Қонақ, guest деп жазылып тұр. Жазылу жолын еске сақтаймыз, ал айтылу жолында уды алып тастаймыз. Guest. Жігіт, guy. Әріптес, colleague. Кейбір адамдар colleague дейді. Colleague деген дұрыс емес, colleague. Fatigue, қалжырап шаршау. Жай шаршау емес, қалжырап шаршау. Fatigue, болжау, пайымдау, guess, басшылық, нұсқаулық, guide. U әрпі жабық екпінді буында А дыбысын береді, яғни А мен Ның ортасындағы бейтарап дыбыс. Мысалы үшін жексенбі Sunday, мәдениет culture, кружка cup, түскі тамақ lunch, сүйкімсіз, ұсқынсыз деген сөз ugly. U әрпі U болып оқылатын сөздер бар. Оны есімізге сақтаймыз. Мысалы үшін қасапшы, butcher, қою, етістік, put, шындық, truth, тарту, pull, итеру, push, full, толы, bully, тәртіпсіз, бұзық бала, басқаларға әлімжеттік көрсету, bully. U әрпінің Ö болып оқылатында кездері бар. Олар мыналар: purpose, мақсат, disturb, мазалау, мазасын алу, hurt, ауырту, fur, аң терісі, burn, күйдіру немесе күйік. Енді U әрпі екпін түспейтін буында тұрса, бейтарап Ы мен Ның ортасындағы дыбысты береді. Мысалы үшін қиын, күрделі деген сөз difficult. Difficult демейміз, кейбір адамдар сөйтіп айтады, difficult. Тағдыр, fortune. Қияр, cucumber. Табиғат, nature. Аман қалу, тірі қалу, survive. Жек көрінішті, жиіркенішті,
awful деген сөз. Екпін түспейтін буында тұрғанда you әрпінің you болып оқылатын мысалдары бар. Олар мыналар: бірігу unite, құтқару rescue, жалғастыру continue, құжат document, menu, музей museum, танымал popular, ауытқу дейді biscuit. Ауытқу деген бұл не, аударма деп қалдым ғой. Ауытқу деген сөзге қараңыз. Яғни бұл ережелерден ауытқитын сөз biscuit. Печеньені biscuit демейміз, немесе biscuit демейміз. Biscuit. Minute, минут. Енді мәтінге кезек берейік. Use this pen. Мына қаламды қолдан деген сөзде use пайдалан, this мына pen қаламды. Useful information пайдалы ақпарат. Excuse me, are you Sally? Кешіріңіз, сіз Sallyсіз ба? Are you Sally? Build a house. Үй тұрғызу, үй салу. Busy people. Қолы тимейтін адамдар. Жұмысы көп адамдар. Bag of sugar. Bag мешок. Бір қап қант деген сөз. Apple juice. Алма шырыны. It's not true. Бұл шындық емес. Strict rule. Қатаң ереже. Eat lots of fruit. Көп жеміс-жидек жеңіз. During the lesson. Сабақ барысында. Bad quality. Жаман сапа. Good technique. Жақсы әдіс. Бұл осы мәтіндерді осы біз алған әріптермен дыбыстар болу үшін мен өзім осылай құрастырдым. Кейбір сөздер сізге қиын болып көрінуі мүмкін, өйткені біз нөлден бастап жатырмыз ғой. Бірақ дегенмен де оңай сөздермен оңай сөз тіркестері бар. Соны есіңізге сақтап алуға тырысыңыз. Аудармасында мен айтып отырғанда сөзіңізге жазып алуға тырысыңыз. Ақырындап сөздік қорыңызды дамыта бастаймыз. Ары қарай кеттік. Electric guitar. Электрлі гитара. My guest, менің қонағым. My colleague, менің әріптесім. An ugly duckling, гадкий утенок деген жаңағы не бар ғой, сүйкімсіз балапан деген ертегі. An ugly duckling. My purpose is to be healthy. My purpose is to be healthy. Менің мақсатым денім сау болу. Please don't disturb. Мазамды алмашы. Please деген өтінем деген сөзде, бірақ та біз ауыз екі тілде өтінем деген сөзді біз көп қолданбаймыз. Қазақ тілінде оны мазамды алмашы, есікті аша қойшы, мынаны бере қойшы деген жаңағы қалай вежливая форма қолданамыз. I burned my finger and it hurts. Мен саусағымды күйдіріп алдым, және ол ауырып тұр. Difficult task. Қиын тапсырма. You love cucumber. Сен қиярды жақсы көресің. He survived the fire. Ол өрттен аман қалды. Rescue activities. Құтқару жұмыстары. Please keep talking. Әңгімеңізді жалғастыра беріңіз деген сөз. Пожалуйста, продолжайте. Take those documents. Мына құжаттарды алыңыз. Ана құжаттарды алыңыз. Those. Ана құжаттарды алыңыз. Let's go to museum. Музейге барайық. Давай сходим в музей. Let's drink milk with biscuits. Let's drink milk with biscuits. Жаңағы печенье мен сүт ішіп алайық деген сөз. Енді бүгінгі сабағымыздағы фонетика бөлімі аяқталды. Енді сандармен танысайық. Өзіңіз экранда көріп отырғандай таблицада сандар берілген. Мен қазір оқимын. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. 11, 11, 12, 12. Енді 13-тен бастап 19-ға дейін тин деген жұрнақты қосамыз ағылшын тілінде. Және есіңізде болсын, екпін сол тинге түседі. Мысалы үшін 13. Міндетті түрде тин жақты созамыз ереже бойынша. Бұл талап сондай. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 создық. Енді 20-дан 90-ға дейін ти дегенді қосамыз. Ти деген жұрнақты жалғаймыз. Сондықтан да өте маңызды біздің тин дегенді созғанымыз. Әйтпесе созбасаңыз, сіз 20 деп тұрсыз ба, мысалы үшін сіз 17 деп тұрсыз ба, әлде 70 деп тұрсыз ба, ол түсініксіз болып қалады. Мысалы үшін 20, 20, 30, 30. Қараңыз, 13 бізде 13 болды.
Енді 30, 30. 40, 40. 14, 14, 40, 40. 15, 15, ал 50, 50. Чувствуете, да, разницу? Ары қарай кеттік. 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Енді 21, 22, 23, 24 деп санау үшін осы жаңағы ондық сан есімдердің қасына 1, 2, 3 дегендерді қоса береміз. Яғни санағанда соны ары қарай қоса береміз деп айттым, иә? Мысалы үшін 21, 21, 22, 23 деп кете береді. Ары қарай 32, 32, 44, 44, 55, 55, 66, 66, 77, 77, 88, 88, 99, 99. Сіздерге мысал ретінде ғана беріп отырмын. Шындығында осы ондықтардың қасына мына бірліктерді қосып санай бересіз. Ары қарай кеттік. 100, 100, 1000 дегеніміз 1000. Не? Ана жерде 1000 сосын жақшаның ішінде к деген әріп тұр. Ол не деген сөз? Ол жаңағы официальный ресми құжаттарда 1000 деп жазбайды. Ағылшында тек к әріпін қоя салады. К әріпі 1000 дегенді білдіреді. Мысалы үшін 10-ның қасында кей тұрса 10.000, 40.000, 105.000 деген сөз. Million, миллион, billion, миллиард. 101 дегенде 101 дейміз, е? 101. Так, 3235. 3235. 1500 дегенде америкалық ағылшын тілінде 1500 дейміз. 1500 деген сияқты как будто. Бірақ на самом деле ол 1500. 1500. 3700. 3700. 3700. 6500. 6500. 6500. Сонымен бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Келесі соңғы сабақта жолыққанша сау болыңыздар.